Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың көркем еңбек сабағына қош келдіңдер. Балалар 4-ші тоқсандағы 31-ші сабақ ортақ білім саяхат, сабақтың тақырыбы су асты әлеміне саяхат, теңіз түбін мекендеушілерді бейнелейміз. Балалар, біздің бүгінгі сабақтың мақсаты су асты мекендеушілер туралы білімдерін толықтырып, шығармашылық идеялар мен сезімдерін өнер құралдары арқылы көрсетеді. Балалар, сабағымызға психологиялық ахуал тудырып алайық, кәнекей, көңілденіп. Достар, бірге жүреміз, бірге ойнаймыз, күлеміз, бірге балық аулаймыз, міне біздер қандаймыз. Өзен, көлге, теңізге, саяхатқа шығамыз, әрқашанда біргеміз, бөлінбейді, іргеміз деп көңілімізді көтеріп алайық. Ал балалар, енді анықта айдарында жұмбақтардың шешуін табыңдар. Күміспен апталған, теңгемен қапталған, ол не? Жақсы, жарайсың, балық. Суда өседі, өнеді, сыртқа шықса өледі. Ол не? Тамаша, балық екен балалар. Келесі жұмбақ. Қанаты бар ұшпайды, жұрт айламен ұстайды. Ол не? Дұрыс айтасыңдар балалар, ол да балық екен. Балалар, сендер білесіңдер ме? Осы әлемдегі ең үлкен балық кит акуласы, оның ұзындығы 20 метр, салмағы 34 тоннаға тең екен. Алып акуланың 4000-ға жуық тісі бар екен. Ең жылдам балық қылыш балық екен балалар. Оның жылдамдығы сағатына 130-140 км. Ал балалар, теңіз ат балықтары басқа балықтарға қарағанда көлден ең жүзеді екен. Ол 1 сағатта 1,5 метрге ғана жылжиды екен. Ал енді балалар, саяхатқа шығайық. Саяхаттың түрі көп. Адамдар басқа елдерге, мемлекеттерге тарихымен, табиғатымен, мәдениетімен танысу үшін саяхатқа шығады. Тылсым дүниені біз су астына саяхатқа шығамыз. Өйткені су астында балалар әлемі бай, сондай ерекше әдемі. Теңіздің түбінде ерекше түсті түрлі балықтар бар. Сонымен бірге су асты әлемінде медуза, 8 аяқ, теңіз жұлдыздары, маржандар, балдырлар бар екен. Ал ендеше саяхатымызды бастайық. Балалар, теңіз астына саяхатымызды дельфиннен бастаймыз. Дельфин балалар сүтқоректі, ақылды жануар екен. Бұл үйірменен, тобымен өмір сүреді екен. Жаңағы бір-біріне көмектесіп, сүйемелдеп жүреді екен. Кит балалар жер шарындағы ең ірі жануар екен. Ұзындығы 33 метр, салмағы 150 тоннаға дейін барады екен. Ал жүрегінің салмағы 1 тонна болады екен балалар. Искат балалар, искат балықтар арасындағы шеміршекті балық екен. Мұхит және теңіз суларын жағалауға жақын жүреді, аса терең емес жерлерді мекендейді екен. Бұның қанаты екі жаққа жайылуымен ерекшеленеді екен. Краб балалар, краб басы кішкене, бас кеудесімен терең суда кездесетін таңқы шаянның мөлшері 61 сантиметр болады екен. Құрсағы қысқа, бас кеудесі кең болып келеді екен. Теңіз жұлдызы балалар, аты айтып тұрғандай, жұлдызға ұқсайды. Теңіз жұлдызының омыртқасыздар қатарына жатады, яғни бұда омыртқа болмайды екен. Келесі 8 аяқ балалар, 8 аяқ сол жерде суларда, жылы суларда тіршілік етеді екен де. Теңіз аяқтың түсі, сол түсі жерде өмір сүретін, түспен өмір сүретін ортаға байланысты түсі өзгереді екен. Бұның пішіні 12-20 сантиметрде болады екен. Кальмар балалар, кальмарлар теңіздің жауынгер болып есептеледі. Бұл жағы алдыңғы аяқтарымен өзінің қорегін ұстайды екен. Медуза балалар, медузаны көріп тұрсыңдар. Медуза мөлдір түсті, өзінің бірақ медузаның бір байқайтын нәрсе, бұда мұртшаларында о болады екен, зияны бар екен. Атбасты балық бағана айтты, көлден ең жүзеді екен, және бұларда омыртқасыздар қатарына жатады екен. Ал балалар, зерттеу айдарында оқулықты мұқият оқып, танысайық, оқулықтағы мәліметтермен танысамыз. Яғни балықтардың өкпе арқылы емес, желбезек арқылы тыныс алатынын білуге болады. Балықтар ең көп тараған омыртқалы жануарлар екен. Балықтардың 22 мыңнан астам түрі бар деп есептеледі екен. Теңізде сүтқоректі балықтар да бар екен. Оларға ит балықтар, дельфиндер және киттер бар екен.
Ғалымдардың айтуы бойынша әлемде балықтардың 250 мыңға жуық түрі бар екен. Ал балалар енді бейнебаянды тамашалап, су астына саяхат жасап, басқа тұрғындарын да көрейік. Ал балалар саяхаттап болсақ, кішкене сергіту жаттығу жасап аламыз. Балық болып жүземіз, шынығамыз, суда біз шынықсақ біз бәріміз шымыр болып өсеміз деп кішкене бой жазып алайық. Ал балалар енді орындап көр айдарына келеміз. Бұл жерде су асты әлеміндегі тіршілік иелерінің, оның ішіне мен балықты таңдадым. Осыны балықты қағаз бетіне қалай орналастырамыз, қалай жасаймыз, қалай бейнелейміз, сол туралы танысады екенбіз. Жаңағы бейнелеу кезеңдері бізде кезең бойынша дайын үлгіге қарап бейнелейміз. Бірақ біз орындап көруді бастамас бұрын еңбек сабағындағы қауіпсіздік ережені сақтайық. Яғни қайшыны, желімді, өзіміздің еңбек құралдарын пайдалану ережені еске түсіреміз. Яғни бізге бұл қауіпсіздік ережесі таныс. Ал балалар енді балықты салу кезеңіне назар аударайық. Балықтың неке үлгісін көрдіңіздер ғой. Осы үлгіге қарап бірінші қағазда біз домалақ салу арқылы балықтың бейнесін келтіріп аламыз. Ода негізгі қосымша сызық арқылы келтіреміз де қанаттарын барлығын сызып аламыз. Келесі кезеңде сол бізге қажетті бөліктерін нақтылап негізгі сызықтармен сызамыз. Одан соң артық сызықтарды өшіріп, қажетті мөлшердегі өзімізге қажетті түстерді таңдап балықтың суретін саламыз. Салғаннан кейін бұл балықтың қанатындағы сызықтары, мына жерде жел безегін сызып, қанаттың сыртында қапталған қабығын саламыз. Өзімізге қажетті түсті таңдайсыздар. Мінекей ең соңында дайын болған кезде ары қарай су бояу немесе түрлі қарындашты алып бояймыз. Ал балалар келесі бейнебаянда бізге түрлі қағаздан балақ жасау әдісі. Бұл өте оңай. Бейнебаянды қарап, үлгі бойынша балықтың үлгісін жасаймыз. У меня он 14 на 14 сантиметров. Складываем его по диагонали. А теперь нужно нарисовать плавную линию. Вот такую. Обрезаем по контуру. Раскрываем. Получилась вот такая деталь. Снова складываем. И по этой части нужно сделать 2 разреза. Можно их сначала нарисовать карандашом. Делаем один надрез, а теперь второй. Рисуем рыбке глаз и другие украшения, чешуйки, пятнышки, линии. Моя рыбка будет улыбаться. А теперь склеим рыбке хвост. Берем 2 центральные полоски и перекрещиваем их так, чтобы кончики соединились в хвостик. Как видите, у рыбки получился ажурный хвостик. Немного отогнем его, чтобы рыбка могла ровно лежать на столе. Вы можете сделать несколько разных по цвету и размеру моделек и закрепить их на стену в своей комнате. Сабақ бойынша түсінбеген жерлерің болса, әлі де көп білгім келеді. Мына балықтың суретімен өздеріңнің білгім келетін нәрсені айтасыңдар. Бәрін түсіндім десеңіздер, мынандай балықтың суретін саламыз. Келесі көмекті қажет етемін, мен түсінбедім десем, мынандай балық арқылы кері байланыс жібересіңдер. Ал балалар, назарларыңызға рахмет. Су асты әлем сіздерге ұнады деп ойлаймын. Табиғатымызға қамқоршы болайық. Шеберліктерің арта берсін, шығармашылық табыс тілеймін. Рахмет, сау болыңыздар.